Сәлем достар, сіздермен бірге Шолуда KZ. Ал мен сіздерді бүгін Kia модельді қатарының флагманы жап-жаңа Sorento-мен таныстырып өтейін. Ал кеттік. 4-ші буын Sorento өзінің мықты экстерьерімен, 7 орындық кең салонмен, европалық краш-тестінің қорытындысы бойынша 5 жұлдызымен ерекшеленген автокөлік. Экстерьері бойынша бұл автокөлік өзінің оптикасы, яғни прожекторлық жарық диодтарымен және алдыңғы радиатормен көзге түседі. Өте қымбат жасалынған екен. Kia Sorento Қазақстан нарығы үшін Қостанай қаласындағы Сарыарқа автопром заводында шығарылады екен. Негізі қостанайлықтар пысық қой. Қазіргі таңда бұл Kia Sorento жоғары технологиялық өнім атанды. Стильді дизайн, жоғары деңгейлі қауіпсіздік, заманауи опциялар, панорамалық шатыр. Осының барлығы жаңа Sorento-дан таба аласыздар. Прикинь. Кроссовердің 2.5 литрлі моторы 6 сатылы, ал 3.5 литрлі моторы 8 сатылы автоматпен үйлеседі. Екі нұсқада толық жетекті. Бірақ 2.5 литрінде 179 аттың күші бар, ал 3.5 литрінде 249 аттың күші бар екен. Шіркін, 179 жылқың болса, я. Қанша Sorento келеді екен оған? Ал ең бастысы, панельдегі анимацияны ауыстырып, жарықтың түрлі түсін өзгерту ерекше көңіл күй сыйлайды. Мультимедиасында Apple CarPlay және Android автоқосымшалары бар. Яғни кез келген телефоныңызды осы машинаға қоса аласыздар. Навигациясы вообще кайф. Ал мен сіздерге қазір маған ұнаған функцияларды атап өтейін. Түрлі түсті дисплей, сандық құралдар тақтасы, жүру барысындағы светодиодты жарық шамдар, бору көрсеткіштері, автоматты 2 аймақтық климаттық бақылау, жолақты сақтау жүйесі, жан-жақты көрініс жүйесі, көз жетпейтін аймақты бақылау жүйесі, интерьердің атмосфералық жарықтығы, панорамалық шатыр, навигация жүйесі, Terrain Mode режимдерін таңдау жүйесі. Меніңше Kia Sorento жақсы машина. Ал сіздер достар осы машинаны алар ма едіңіздер? Және де алған болсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді осы видеоның астына қалдырып кетсеңіздер. Салондағы 3-ші қатарын көтерсеңіз, артына жүгіңізді салатын орын қалады. Ал 3-ші қатары жабық болса, жүк салғыш көлемі 910 литр. 2-ші қатарын түсірсе, 2000 литрге дейін жетеді. Бұндай багажникқа соғым смело сыйып кететін сияқты. Сонымен солай, назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен бірге Шолуда KZ және де мен, Думан Айсин.